Үй жағында бір қырғын иттер жүр ғой. Олар иттер ма? Мен сіздерді ішіп алған екен деп ойладым ғой. Ала Нұрлы, кешке балдар жинаш. Братан жиналыс істеп отыр ғой. Соны істеп тастасыңдаршы. Не болды саған? Әбіріш жүрді. Не болды, өшіп кеттіңдер ма не? Бір қомды көтер алмайтын не? Жоқ. Күнде ұра беру керек па? Көкіректеріңе жүн бітейін деп. Сен не ақ тұрсың? Сен не ақ тұрсың? Бәшке, кеше футбол көрдің ба? Жоқ. Барса мен Қазақстан ойнады дейді ғой. Қомаш братан, Барселона мен Қазақстан қалай ойнайды? Біреу клуб, біреу ел ғой. 3-1 болды ғой братан, ә? Шақырдың ба братан? Магазиннен барып бір шеше әкпіш. Ақша берсең шақып қайтамын ғой. Мен саған барып бір шеше әкпіш дедім. Женшен, қарызға бір шеше бере алмайсыз ба? Онда екінші көз көгеріп тұр десеңші. Ауылдағы көкең. Ол малын сой дедім, ертерақ. Малын сой дедім. Сонымен малыңды соймасаң қате болады дедім маған шеше. Мына бәлеңді сойып бітіру керек та. Күрткіден күртқа қалдырмайтын болды атаңан. Бұл бәлең қандай зиян екен білесің ба? Сүйегіңді шірітіп жүреді бұл. Тамақты қорытады да бірақ, а? Бұл бәлен сатып құтылу керек еді бұны шеше. Оны қайтып сатасың оны? Бұл гүлге әжептәуір пайдасы бар ғой бұл. Қандай пайда? Анау раушан гүлдеріңді гауһар қылып жүреді. Көке тикток жүрді, тикток. Тикток? Құрай шеше.